Ассалаумағалейкум. Украинадағы соғыс туралы екінші миф. Миф деген сөзді көрермендердің біреу аңыз деп аударды ұсыныпты. Меніңше бұл сөз дұрыс сияқты. Қазір бірінші аңызды естеріңізге салайын. Ол Ресей Киевті 3 күнде алғысы келген деген тұжырым. Ол аңызды мен теріске шығардым. Ол туралы 2 бөлімнен тұратын видео түсірдім. Көрмесеңіздер, екеуін қарап шығыңыздар. Бүгін мен екінші аңызды теріске шығарамын. Ол қандай аңыз? Ол Ресей тым әлсіз, Ресей түк соғыса алмайды деген пікір. Және осының алдында мен Путин ақымақ па деген видео түсірдім. Ол бүгінгі тақырыпқа кіріспе болды. Көрмесеңіздер, сол видеоны қарап шығыңыздар. Бүгін сол ойды мен ары қарай дамытамын. Соғыстың басында шынында да Ресейдің қалай соғысып жатқанын көрген кезде бәрінде сондай пікір қалыптасты. Ресей түк соғыса алмайды, Путин ақымақ, ол өзінің әскерін өлімге айдап жатыр деген пікір бәрімізде қалыптасты. Және бұл пікір әлі де біздің қоғамда басым болып тұр. Шынында да, егер есімізге алсақ, соғыстың бастапқы күндері әлеуметтік желілерде біз көптеген видеоларды көрдік. Ол жерде Ресейдің жап-жас сарбаздары Украинаның ормандарында адасып жүріп, бізді ешкім ескертпей әскери жаттығуға алып кетті. Содан кейін есімізді жисақ, біз Украинада жүрміз деп осылай аң-таң болып сандалып жүрген видеоларды көрдік. Вот мы все тут стоим уже. Мы сколько уже тут стоим? 3-4 дня мы тут стоим, пацаны. Чисто на Вот. сухарях. Нас просто пустили на пушечное мясо, вот. Вот все ребята тут. Еле кто вырвался, кто остался жив, вот мы тут стоим. Они нас привезли как будто на учение. Вот. И все. Да. Нахуя чему научили? Не вывозят тела, ничего. Кейін ол сарбаздардың біразы сол жерде жер жастанды, біразы тұтқынға түсті. Содан кейін Ресейдің ұзын-ұзын әскери техникасының колонналары шұбатылып жүріп, Украинаның қарулы күштері оларды еш қиындықсыз дрондардан атқылап, бәрінің тасталқанын шығарған көрдік. Сондай колоннаның ең ұзыны 64 шақырымға дейін созылған деп айтылады. Сол колонналардың бәрін өртеніп, бәрінің быт-шыты шығып, өліктердің жолда шашылып жатқан көрдік. Және Киевтің түбінде осындай бір Ресей әскери техникасының колоннасы түгелдей өртеніп, оның қаңқасы ғана қалған суреті бүкіл әлемге танымал болды. Осының бәрін көрген кезде шынында да сондай ой келеді. Ресей әскері ешқандай дайындықсыз, ешқандай жоспарсыз, ешқандай тактикасыз соғысқа аттанды. Олар бейне бір соғысқа емес, өлімге бара жатқан сияқты болды. Өйткені колонналарды жібереді, ешқандай қорғаныс жоқ. Барады, оларды Украина әскері атқылайды, бәрін быт-шытын шығарады, тағы да колонна жібереді, тағы да олардың бәрін тасталқанын шығарады. Және Ресей әскерін жібереді, орманда қалдырып кетеді, командирлер жоқ. Сөйтіп орманда адасып жүрген жерінде оларды Украина әскері оп-оңай бәрін атып тастайды, сол жерде бәрін қырып тастайды, немесе тұтқынға алады. Осының бәрін көрген кезде кәдімгідей таңғаласың да. Путин қандай ақымақ, қандай топас, оның ешқандай әскери қабілеті, ешқандай дағдылары жоқ, өзінің әскерін өлімге айдап жатыр деп. Бірақ Путиннің ақымақ емес екенін мен сіздерге өткен жолы дәлдеп бердім. Олай болса, егер ол ақымақ болмаса, егер ол ақылды болса, егер Ресей әлсіз болмаса, неге олардың Украинаға шамалары жетпей жатыр? Неге олар 3 күнде Киевті аламыз деп, әлі 3 жылда көздеген мақсаттарына жете алмай жатыр деп маған көптеген адамдар сұрақ қойып жатыр. Мен тағы да қайталап айтамын, Ресейде Киевті 3 күнде алу жоспары болмаған. Бұл әуел бастан созылмалы соғыс болып жоспарланған. Шын мәнінде, егер Ресей бастапқыдай соғыса берсе, ол баяғыда жеңіліп қалар еді. Бұл соғыс 3 жылға емес, тіпті 1 жылға да созылмайтын еді. Украина баяғыда Ресей әскерінің тасталқанын шығарып, баяғыда жеңіске жетер еді. Бірақ Украина жеңіске жетпек түгіл, бірде-бір облысын әлі қайтарып алған жоқ. Қайта керісінше қазір Украина жеңіліп жатыр. 2024 жылы Ресей әскері 2023 жылға қарағанда шамамен 6,5-7 есе көп жерді басып алды. Бұл менің сөзім емес. Сіздер мені ресейшіл деп айыптамас бұрын бірінші өздеріңіз статистиканы қараңыздар. Мен бұл деректерді статистикадан алып отырмын. Ағылшын тілді дерек көздерден. Осының бәрі нені көрсетеді? Ресей шын мәнінде қазір жақсы соғысып жатыр. Украинаны жеңіп жатыр. Соғыстың басындағы және қазіргі олардың соғыс әдістері жер мен көктей. Неге Ресей соғыстың басында дұрыстап соғысқан жоқ? Бұл сұраққа жауап беру үшін бізге бұл соғыстың шынайы мақсаттарын білу керек. Ал оны білу үшін бізге әлемдік саясатты дұрыстап түсіну керек. Соғыс ол саясат және бизнес. Әлемдегі ең үлкен бизнес қандай екенін білесіздер ме? Ол қару-жарақ өндірісі. Қару-жарақ өндіретін ең ірі компанияларды басқаратын адамдар ол ең ықпалды саяси элиталар. Сол элиталар мен Ресей билігінің арасында келісім бар. Олар Украинаны әскери полигон ретінде пайдаланып отыр. Бұл менің ғана ойым емес. Бұл ойды менен басқа Американың, Еуропаның саяси сарапшылары, журналистері де айтып жүр. Кез келген жаңадан шыққан қару-жарақты әскери техниканы сынақтан өткізу үшін полигон керек. Ал ең жақсы полигон ол соғыстың өзі. Өйткені соғыста ол қару-жарақты шынайы өмір жағдайында тексеруге болады. Бірақ қару-жарақты дұрыстап сынау үшін
оған ыңғайлы нысана керек. Қозғалмай тұрған, адасып жүрген сарбаздарды атқылап, немесе ұзын колонналарды атқылап, қару-жарақтың дәлдігін, оның жойқындығын, оның ату қашықтығын, соның бәрін тексеруге болады. Бұл ең қолайлы модель. Сондай модельді Ресей билігі қару-жарақ өндіретін компанияларға жасап берді. Енді біраз көрермендер маған сұрақ қойып жатыр: егер Путин ақылды болса, неге ол өз әскерін өлімге айдап жатыр деп. Мұнда бір нәрсені түсіну керек. Путин сияқты өмір бойы саясатта жүрген адамдар, саясатқа әбден ысталған, әбден тас жүрек болып кеткен, ол адамдарда мейірім, жанашырлық деген ұғымдар жоқ. Олардың адамдарға жандары ашымайды. Ондай адамға көздеген мақсатына жету үшін 100 адам өле ме, 1000 адам өле ме, 10 000 адам өле ме, оған бәрібір. Адамдар ол үшін тек жай ғана шығын материалы. Сондықтан Ресей билігі сондай қадамға барып отыр. Бұл бір мақсат. Екінші мақсат батыс елдерінің техникасының утилизациясы. Өйткені бұл соғыста қару-жарақтың жаңа түрі емес, ескі түрлері де қолданылып жатыр. Мысалы, Америка Еуропаға әскери көмек жіберіңдер деп айтқан кезде, Еуропа елдері өздерінің қоймаларында жатып қалған ескі қару-жарақтарды жіберіп жатыр да. Мысалы, F-22 ұшақтары. Неге Америка Украинаға F-35 ұшағын жібермейді? Неге олар ескіріп қалған, қоймада жатып қалған 70-ші жылдардың F-22 ұшақтарын жібереді? Өйткені оларға өздерінің техникасын жаңарту керек. Олардың әскери техникасы ескірген, ескі техникадан құтылу керек, өйткені оның бәрі баланста тұр. Ал құтылудың ең ыңғайлы жолы не? Ол соғысқа жіберу. Яғни оны бір жағынан пайдасына жаратады. Сөйтіп олар өздерінің техника паркін жаңарту үшін осылай ескі техниканы утилизацияға жіберіп жатыр. Және Ресейде де тура сондай мақсат бар. Өйткені Ресейде де қазір ескі советтік техникалар көп мөлшерде жиналып қалған, олардың бәрі баланста тұр, оның бәріне қызмет көрсету үшін бюджеттен көптеген ақша бөлінеді. Сондықтан оларға да қазір паркті жаңарту үшін, жаңа техника өндіру үшін ескісінен құтылу керек. Осылайша Ресей осындай түсініксіз қадам арқылы көптеген мақсаттарға қол жеткізіп отыр. Және Ресей ғана емес, бұл екі жақты келісім. Одан басқа, мұнда тағы бір мақсат бар, ол Ресейді этникалық тұрғыдан тазалау. Ресей қоғамын қажетсіз элементтерден тазалау. Бұл сөз дөрекі болып естілуі мүмкін, бірақ Ресейдің саясаты сондай. Мысалы, маған кейбір адамдар мынандай пікір қалдырды: Ресей қазір тым әлсіз, оларда соғысатын адам болмағасын, олар түрмедегі зектерді соғысқа жіберіп жатыр деп. Шын мәнінде бұл Ресейдің әлсіздігін көрсетпейді. Керісінше, түрмедегі қылмыскерлерді соғысқа жіберген тиімді. Неге? Өйткені біріншіден, ол адамдарда ешқандай құқық жоқ. Ол адамдар соғыста өлсе, ешкім оларды жоқтамайды, ешкім оларды іздемейді. Ол қоғам үшін қажетсіз элемент. Және ол адамды түрмеде бағып, қағып, оны тамақтандырып, оған бюджеттен ақша жұмсаған тиімді ме, әлде соғысқа барып өлтіре салған тиімді ме? Бәрібір мемлекетке ол қылмыскерлер ешқандай пайда келмейді. Ол түрмеде отыр, мемлекет оған қаншама ақша жұмсап жатыр. Ал былай соғысқа жібереді, соғыста ол бір жағынан мемлекетке пайдасын тигізеді, екінші жағынан ол адамнан олар құтыла салады. Сөйтіп, осылай оны пушечное мясо дейді ғой, осылай батыстың қару-жарағын сынау үшін жібере салады. Сөйтіп, ол мемлекетке пайдасын тигізеді. Бұл бір. Екінші, соғысқа Ресей негізінен орыс емес ұлт өкілдерін көп жіберіп жатыр. Қазақтарды, шешендерді, буряттарды, қалмақтарды, тағы да басқа. Оны бәріңіз білесіздер. Мұсылмандарды, түркілерді, қапқаздықтарды. Неге? Өйткені олар осылай қажетсіз этникалық топтардан Ресейді тазалап жатыр. Олар Ресейде тек орыстарды ғана қалдырғысы келеді. Сондықтан олар осылай әскерді өлімге айдап жатыр. Олардың мақсаты жеңіске жету емес. Олардың мақсаты көбірек адамды шығын ету. Яғни осындай қажетсіз ұлттардан құтылу. Соғыстың алғашқы айларында бәріңіздің естеріңізде шығар, Ресей соғысқа ең мықты спецназын жіберді. Ол Қадыровтың отряды. Қадыровтың отряды әлемдегі ең мықты спецназ болып саналады. Олар халықаралық жарыстарда бірінші орын алып жүр. Сол спецназды Ресей кәдімгідей шығынға жіберді. Олар Украинада бәрі қаза тапты. Украина әскері олардың бәрін тып-типыл етіп жойып жіберді. Сонда Ресейдің бұл қадамы мен үшін үлкен бір сұрақ тудырды. Неге Ресей өзінің ең мықты элитный спецназ отрядын осылай өлімге айдап салды? Неге оларды осылай шығынға жіберді? Бұл ешбір ақылға сыймайтын әрекет. Өйткені бұл өте құнды адами ресурс. Оны соғыстың қолайлы сәтінде, мысалы бір қалаларда шайқастар жүріп жатқан кезде пайдаланған өте ыңғайлы болар еді. Сол арқылы олар үлкен жетістіктерге жете алар еді, үлкен нәтиже көрсете алар еді. Бірақ олар алдыда ең мықты әскери отрядын, ең элитный спецназды жай ғана өлімге айдап салды. Неге? Өйткені оларға бұл отрядтан құтылу керек болды. Өйткені Путин шешендер тағы да бас көтереді деп қорқады. Қазір шешендердің басшысы Қадыров, ол Путиннің ең адал қызметкері. Бірақ шешен халқы Ресейдің оларға қарсы 2 рет соғысқан ешқашан ұмытпайды. Олар қайткенде де Ресейден тәуелсіздік алуға тырысады. Олар қайткенде де келесі мүмкіндікті күтеді, содан кейін тағы да күрес бастайды. Ал соғыс ол өте ыңғайлы мүмкіндік. Сондықтан Путин осыдан қорыққаннан
шешендерді осылай ең мықты әскерінен әдейі айырып отыр да. Қазір шешендер бас көтерейін десе оларда соғысатын адам жоқ. Өйткені бәрін Путин утилизацияға жіберді. Міне көрдіңіздер ме, Ресейдің осылай соғысуының өзінің бір сыры бар. Неге соғыстың басында Ресей осылай соғысты? Өйткені оның осындай көздеген мақсаттары болды. Шешендерден құтылу, қазақтардан құтылу. Қазақтар да Ресей үшін үлкен қауіп тудыра алады. Өйткені егер Ресей қазір қатты әлсіресе, Қазақстан жақсы бір жағдай туындап, Қазақстан Ресейден тәуелсіздік алып қалса, онда Ресейдің қазақтары бас көтереді. Онда олар Ресейден бөлінгісі келеді, Қазақстанға қосылғысы келеді. Орынбор, Астрахан, тағы да басқа облыстар Ресейден бөлініп Қазақстанға қосылып кету әбден мүмкін. Әрине, ондай сценарийдің болу мүмкіндігі өте төмен, бірақ қайткенде де ондай қауіп болуы мүмкін. Сондықтан сондайға жол бермеу үшін Ресейдің билігі осылай қазақтардан құтылып отыр. Оның үстіне олар азиаттардан, түркілерден және мұсылмандардан құтылып отыр. Сөйтіп, Ресейде олар тек орыс ұлтын ғана қалдырғысы келіп отыр. Оның бәрі алдын ала жоспарланған, ойластырылған саясат. Оның үстіне қазір Ресей мигранттардан, тәжіктер мен өзбектерден құтылып жатыр. Олар әдейі теракт ұйымдастырып, тәжіктерді айыптап, оларға қатты қысым көрсете бастады. Сөйтіп, тәжіктердің бәрі Ресейден қашты. Содан кейін қазір олар өзбектерді күштеп соғысқа жіберейін деп жатыр. Соның кесірінен өзбектер де қазір Ресейден қашып жатыр. Для того, чтобы получить гражданство Российской Федерации, можно заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации. При этом 100% будете находиться в зоне СВО. Зарплата идет от 210 тысяч рублей ежедневно. Я думаю, все равно будет, чем где-то работать. Кто, желающие есть? Поднимите руку. Нет, да, едем на родину. Осылай қазір Ресей билігі мемлекетті бүкіл өздеріне ыңғайсыз, қажетсіз ұлттық топтардан, мұсылмандардан, түркілерден, қапқаздықтардан тазалап отыр. Оның бәрі ойластырылған, жоспарланған саясат. Сондықтан сіздер ондай нәрсеге алданбаңыздар.